Құлақ шуылдауының 7 түрлі қауіпті себебі. Әдетте құлақ шуылдаса көпшілігіміз оны қалыпты құбылыстанып елемей қоя саламыз. Бұл дұрыс емес екен. Отоларингологтар құлақ шуылдауының бірнеше себебі бар дейді. Әсіресе құлақтағы шу үнемі ұйқы алдында қайталанатын болса, немесе ол бірнеше күнге созылса, бас айналуына ұласса, онда ойлануға тура келеді. Бірінші, артериалдық қысымның артуы. Егер құлақ шуылы көбіне ұйқы алдында сезілетін болса, ол аздап бас айналғандай сезім тудырса, бұл жүрек ауруының белгісі болуы мүмкін. Құлақтағы шуыл басталғанда көз алды қарауытуы, кеуде тұсының ауырсынуы, инсульт қаупі барын білдіреді. Мұндайда қалыпты кездегі және құлақ шуылдап тұрған сәтте қан қысымын өлшеңіз. Болмашы айырмашылық сезілсе де, бұл жайында кардиологқа хабарласқаныңыз жөн. Жүрек қызметін тексертіп, тиісті ем алыңыз. Екінші, ми тамырларындағы атеросклероз. Атеросклероз кезінде тамырлар созылғыштығын жоғалтады. Мұндайда қан қозғалысына қарай кейбір тұстарда кептеліс сезілуі мүмкін. Ол бастағы есту қабілетін реттейтін жүйке талшықтарын қысады да, содан құлақта шу туындайды. Кейде ол дене қызуы көтерілгенде, ағзаға физикалық салмақ түскенде, ортаңғы құлақ суықтағанда да шуылдайды. Бұл жағдайлардан тыс кездегі жиі байқалатын құлақ шуылы невропатологқа көріну керектігін білдіреді. Үшінші, отит. Құлақ суықтағанда да шуылдайды. Отит белгісінде онда қызару, ысу, ұстағанда ауырсыну, естудің нашарлауы байқалады. Асқынса іріңдеуі де мүмкін. Әдетте отит шомылғанда құлақ қуысына су кіруінен, оны тазалағанда жарақат алу салдарынан болады. Респираторлық вирусты отитті туындатуы мүмкін. Отоларингологтан ем алу керек. Төртінші, бас сақинасы. Оның негізгі белгісі бастың бір жағының тоқтаусыз сынып ауруы мен сол тұстағы тамырдың қатты соғуы. Құлақтағы шуыл соның салдарынан болады. Бесіншісі, атосклероз. Құлақ ішіндегі орта қуыста сүйектің өсуінен болатын созылмалы қауіпті ауру. Бұл кезде құлақтағы тоқтаусыз жалғасады. Алдымен бір құлақта байқалғанымен көп ұзамай екінші құлақта өтеді. Ол басты ауыртады, естуді нашарлатады. Оның соңы саңыраулыққа соқтырады. Атосклероз әдетте жасөспірім кезде басталады. Әсіресе әйелдерде көп кездеседі. Алтыншы, шашыраңқы склероз. Құлақтағы шу, бас айналу, жүрген кезде теңселу тудырса, денеде құмырсқа жүргендей тітіркену болса, бұл жүйке жүйесі жұмысының зақымдалуын білдіреді. Шашыраңқы склероз ми жұмысын бұзатын ауру. Бұл диагнозды тәжірибелі дәрігер ғана тиісті зерттеу, сынамалар арқылы анықтай алады. Емі өте ұзаққа созылады. Жетіншісі, невринома. Бұл есту жүйкесінің қатерлесігі. Әдетте ол құлақтағы шуылдың уақыт өте келе үдеуі, бас айналуына ұласуы, естудің нашарлауынан басталады. Бұл білдірмей баяу басталатын қауіпті ауру. Алғашқыда құлақ тұсы миды қоса шыңылдатып, тез өте шығатындықтан көп адам оған мән бере бермейді. Кенеттен құлақ тұсы шың ете қалғанда адам теңселіп немесе әлденеге шалынып қалғандай күй кешетін болса, онда дәрігерге көрінген дұрыс. Өйткені невринома есту қабілетін жояды. Беттің жансыздануы, көрудің әлсіреуіне де себеп. Осы жағдайларға мән бере отырып, құлақ жиі шуылдайтын болса, уақыт тауып дәрігерге көрінгейсіз. Денсаулық бәрінен қымбат емес пе? Ақпарат ұнаса каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіз.